Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Зекет қоры, Астана қаласының өкілдігі ұсынады. Құран Кәрімде Алла Тағала Духа сүресінде айтады: «Әлем яджидка ятиман фаауа». Сені жетім халінде тауып саған пана болған жоқ па? «Ва ваджадака даллан фахада». Сен адасып жүрген жеріне тура жолға салған жоқ па? «Ва ваджадака аилан фаагна». Сені кедей күйінде тауып байытқан жоқ па? Сөйтеді, артынша айтатыны: «Фааммал ятима фала тақхар». Жетімге үстемдік жасама дейді. «Ва амма саиля фала танхар» дейді. Қайыр сұрап келген адамға зекіме. «Ва амма бини'мати раббика фахаддис». Раббыңның саған берген нығметін әңгімелеп айт дейді, жеткіз дейді. Осы аяттарды көретін болсақ, Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көздеп айтып отырғанымен, оның мағынасы жалпы барлық адамды қамтиды. Бұл жерде үлгі бар, өнеге бар басқаларға. Қарайтын болсақ, Алла Тағала нығметтерін айтып жатыр. Сен жетім едің, пана болдым деп отыр. Одан кейін сен адасып жүредің, тура жолға салдым дейді. Демек не екен? Зекеттің, намаздың, Алла Тағаланың ақыреттің не екен, кітаптың не екен білмейтін адамға Алла Тағала дінді беріп, соны білдірген болатын болса, бұл не екен? Үлкен бір нығметтерден екен. Одан кейінгісі кедей едің, байытты дейді. Қаншама адамдарымыз бар, бұрын мұндай байлықты көрмеген адамдарымыз байыды демек. Бұл Алла Тағаланың берген нығметтері. Осыған шүкір ретінде жетімдерге жәрдем етуі. Қайыр сұрап келген адамды жаңағы қор көріп бетін қайырмастан ең жақсы түрде, көркем түрде қайтаруы. Тіпті қараңыз, бір қайыршыны көрсеңіз, сіз оған беретін еш нәрсеңіз болмаса да, бауырым, беретін еш нәрсем жоқ, сен айып етпеші, мен бар болса берер едім деп жақсы сөзбен қайтаруыңыздың өзі садақа деп айтқан. Ал енді Алланың саған берген нығметін әңгімеле деген, басқа жеткіз. Бұл деген сөз мен жоқ едім, бар қылды деп қойып отыра беру емес қой. Шүкірдің түрлері қандай? Рухани шүкір бар. Алла Тағалаға шынайы іштей шүкірлігін білдіруі. Екіншісі құлшылық жасау арқылы шүкір ету. Үшіншісі мал дүниемен зекетін, садақасын беру арқылы көмектесуі. Міне бұл да шүкірдің түрі болады. Алла Тағаланың нығметін білдіру деген осы. Иза атакаллаху малан фальяра асараху алейк. Алла Тағала саған мал дүние берген болса, сол берген нығметін сенен көрсін деп айтқан. Демек, көру деген бай болып, әдемі киініп алып жүру емес қой. Оны да қамтиды расында. Бай адам байша киінсін дейді. Бірақ сол байлығыңызбен Алла Тағаланың берген нығметімен басқаларға жәрдем етуіңіз, ана жоқ жітікті жәрдем етіп жебеп жіберуіңіз, бір көңілін аулап көтеруіңіз, уақытысы келгенде зекетін беруіңіз осы нәрсе. Мінекей дініміз сондықтан көңілдің діні шынайылықпен жасалып жатқаннан кейін бұл нәрсе Алланың ризалығын табам деген мақсатпен жасалатын болғандықтан ең көркем түрде Алла маған осы ісіме разы болсын деп жасауы. Сонда ғана мінекей ісіміз дұрыстыққа басады екен. Бұл енді бай мен кедей болу ісі, бұл Алла Тағаланың адам баласына жазған тағдыры. Байлар жақсы ма, кедейлер жақсы ма деген сұрақтар қойылып жатыр. Негізі бермесе де бай жақсы, жемесең де май жақсы дейді ғой қазақтар. Сол секілді бай адамның қолында мүмкіндіктер бар деген сөз. Бай адамға әмір етілген нәрсе Алла Тағаланың берген нығметін бағалай отырып, жаңа ағайын туысқа, ата-анаға, жаңағы шамасы келмейтін адамдарға көмектесіп, желеп жебеп жіберу осы әмір етілген. Ал енді дүниесін тығып сараңданып бермейтін адамдарға ақырет күнінде сол дүниесі мен сенің жиған дүниеңмін деп оның мойнына жылан болып оратылады деген. Демек не екен? Сол арқылы дүниеде жақсылығын жасасын деген. Ал енді кедей адамға әмір етілген нәрсене тәкаппарлықтан сақтануы. Кедей адам менде жоқ екен деп сұрана бермеу керек. Бірінші мәселе. Екіншісі тәкаппарлыққа берілмеу керек. Тәкаппарлық деген, кедейдің тәкаппарлануы деген сөз нағыз тозыққа кіргізетін нәрсе. Бізде осындай жағдайлар көп болып жатады елімізде. Бір адам жоқ екенін көресіз, баласы аш-жалаңаш, өзі жұмысы жоқ. Кейде жаңа араққа салынып кеткен кісі болады. Ана бала шағасына обал болмасын деп, ана қайырымдылық жолымен барып, адамдар берсе, бұл бізге керек емес деп тәкаппарланады. Менің құдам пәлен жерде осындай, мен өзім тауып алам деген секілді, мұндай тәкаппарлық қажет емес. Бұл дінімізге сай іс емес. Дініміз бойынша кедей адам берілген нәрсені арланбастан алу керек. Өйткені адам шамасы сол болып тұр. Ал енді бай адам, оны байлығы бар болса да өзі кедей ұқсамай, адам барып беру керек, жәрдем ету керек. Өйткені дүние мүлік деген бүгін бар, ертең жоқ нәрсе. Алла Тағала қалаған адамына береді, сондықтан адам сол қолындағы бар мүмкіндікті алып жаңағы
кедейге бізге көмектесу керек. Арлы намысты, ұрлықтан, шектен шығудан аулақ болған кедей адамдар байлардан 70 жыл бұрын жәннатқа ерте кіреді деп айтылған. Өйткені бұл жоқ болса да ұрлық қарлыққа бармастан арлы намысты болғандығы үшін Алла Тағала бұл ісін бағалап оны ерте кіргізетіндігі. Біз осыдан көреміз, кедей адамды өзі орнын біліп жүретін болса, Алла Тағала сол арқылы оны жандандырады. Дүниеде ісін берекелі етеді, ақиретте де жәннатқа бірінші кіргізеді екен. Демек, дініміздің әмірі осы болатын болса, дінімізге сай болған жақсы істің бәрін